Достар, ассалаумағалейкум. Бұл арнамыздың екінші шығарылымы. Бүгінгі блокта біздер Сабыржан Айдин компаниясының негізін құрушысымен сұхбаттасамыз, және біздің сүйікті тағамыз болған етті кәсіпке айналдыра білген Бекбота ет компаниясына қонаққа барамыз. Сіздерге жағымды көрсетілуін тілеймін. Арнамызға тіркеліп лайк басамыз. Ендеше біз бастаймыз. Өзінің бастамасын 35 мың теңгеден бастап. Ет дүкені дегенде көп ойлайды ғой, ет дүкені аппақ стена. Іште бір сезім болған, бизнес жасап, сол бренд керемет ат қоя келді. Мен достар, Бекбота ет компаниясына келіп қалдық. Қазір бізді күтіп отыр. Сұхбат аламыз, өте қызықты болады. Ассалаумағалейкум, Нұреке. Уағалейкум сәлем, қалайсыздар? Жағдай жақсы ма? Аман есен. Дүкеніңіз құтты болсын. Рахмет. Дүкен ашқан екенсіздер. Жалпы, Нұреке, әңгіме көптен созбай, бірден сұраққа көшейін. Жақында осы дүкенді аштыңыз. Бұл Бекбота компаниясы қайдан ойыңызға келді? Идея қайдан келді? Идея қайдан келді? Бұл еттен басқа да көп жұмыстар жасадық. Жалпы қанымызда бар ғой біздің, қазақтың қанында бар, ет жемесек тұра алмаймыз. Осы етке тартып тұрды. Ет жұмысын осылай жалғастырып, осындай дәрежеге жеттік. Қазіргі таңда компанияңыздың обороты қанша? Қазіргі таңда компанияның обороты айына где-то 100-150 миллионға дейін жетеді. Өте тамаша. Сіз бастағаныңызға, негізі ет саласына бастағаныңызға қанша жыл болды? 2003-тен бері. 2003-тен бастадыңыз. Өте керемет. Жалпы, Нұреке, бірінші сұрақ, өзіңізді кім деп санайсыз? Қасаппын ғой мен. Қасапшы ба? Қай кезден қасапшысыз? Мен 2003-тен бері осы ет жұмысын бастадық. Базардан бастадық. Студент кезімден бастадым ол жұмысты. Студент кезімізде жаңағы мен өзім заң факультетінде оқыдым. Заң факультетінде оқыдым. Ол жерде білесіз, өңкей байдың балалары оқиды. Қарапайым семьядан оқымайды ол жерде. Солармен бірдей жүру керексің, бірдей киіну керексің, бірдей тамақ ішу керексің да. Ол үшін не керек? Ақша керек да. Ақша керек. Ауылда ағаларымыз жаңағыдай қой, сиыр салып жүреді. Сол базарға шығарып, іліп қойып, таңата сағат 5-те жұмыс басталады. 2-ақ сағат жұмыс жасайды. Сөйтем да, ауылдан келген етті осы Алматының халқына сатып, сосын университетке баратынбыз. Университетте сол тапқан ақшамызға жаңағыдай киінеміз, қыдырамыз, жейміз жаңағыдай. Байдың балдары ұқсап оқыдық қой. Сонда тапсырысты қаяқтан берді? Ол адамдар етке? Тапсырысты үш жақтан бермейді, базарға шығарасыз, іліп қоясыз базарда. Базарда өз илейтін жерлер болады, сол жерде іліп қойып, тұрып сатасыз. Келген адамдар осы машинамен келеді, жаяу келеді, сосын жүгіресің. Жалғыз адам ол жерде қой сатпайды, мысалы 20-30 шақты адам қой сатады. Солармен таласып, жармасып, жүгіріп жүріп, әйтеуір ет сатасың ғой. Енді жұмыс қой, ет сатамыз, грузчик болып кетеміз арасында. Арасында жаңағыдай ет шауып кетеміз. Жалпы, Нұреке, осы Бекбота компаниясы қазір нақты қандай направлениемен айналысады? Не істейсіздер жалпы бұл компания? Бұлай етті өндіріп, сата ма қалай? Жалпы процесс қалай болады? Качество дейді ғой, сапалы. Осы қазақ еліне, қазақ халқына сапалы ет берумен айналысамыз. Сосын өзіміз пельмен жасаймыз, манты жасаймыз,
Сіз ана Бекер компаниясын білесіз ғой да? Иә. Сол Бекер компаниясынан асып түсуіміз керек қой болашақта. Негізі мақсаттарыңыз сол. Мақсатымыз сол компанияны асып түсуіміз керекпіз. Қалай? Жарасады ма? Маған соңғы уақытта әлеуметтік желілерден елімізде өндіруші компаниялар жоқ деп айтады. Мен көп деп айтпаймын, бірақ қазір мен айтайын деп жатқан компания өзінің бастамасын 35 мың теңгеден бастап, жалпы жылдық оборотын 300 миллион теңгеге жеткізе білген. Ол Сабыржан Айрин компаниясы. Достар, біз Сабыржан Айрин компаниясында қонақтамыз. Бүгін оның негізін қалаушысы Рүстем мырза қонақта. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам, Данияр мырза, қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Бірден сұраққа көшейін. Иә, солай істеймін. Жалпы осы бизнес идея қайдан келді? Барлығы неден басталды? Ал кеттік онда. Негізінде мен бөтен елде, басқа елде дүниеге келгем, 18 жасыма дейін сол жерде өстім. 2006 жылы Қазақстанда келгем и бакалаврды оқыдым. Одан соң 2011-де Алматыға алғаш келіп, ол жерде магистратураға түстім Казгуде. 2013-те жатақханада жатып жүрген ол кезде жұмыс істеп арасында үйлендім. Үйленіп 2013-те біз бірінші бизнесіміз негізі ағылшын тілі курсын ашу болған. Бұл Фейсбукте де, Инстаграмда да мен оның тарихын қалай бастаған 100 теңгемен ашқанбыз. 7 айдың ішінде $33,000 кейін сатқам. Әлі күнге дейін ол курс жұмыс жасайды, 2 офисі бар. Керемет курс, ол жеке менің методикам бойынша оқыту жүргізілетін. Қазіргі таңда жұмыс жасап тұр, Қазіргі таңда жұмыс жасап тұр, 2013 болса, 2014-те менің қызым дүниеге келеді. Қызымның атын қоятын кезде біз көп ойланып, киіммен айналысатынымыз біз білген жоқпыз. Ондай ойымызда да болған жоқ, бірақ сол қызымның атын іште бір сезім болған, бизнес жасап, сол бренд керемет ат қоя келіп. Қызымның атын қойған себебім Сабыржан Айрин деп, Сабыржан менің әкем аты, Айрин менің қызымның аты. Солай бизнес жасаған кезде өте қиын болады. Өйткені біз ешқандай бір қаражатсыз 35 мың теңге, жаңа айтып өттіңіз, 35 мың теңгеден бастап, негізі одан да аз. Сонда менің ойымша 35 мың теңге қандай не нәрсеге ақша жұмсадыңыз? Мен тек баннерге ғана жұмсаған ақшаны. Баннермен оператор жалдап, соны видеоға түсіріп, баннер бар, фирменный пакет. Мен бір дайым магазинді, басқа біреудің магазин паковать еткен. Фирменный стиль берген, оны не бір аты жоқ еді, униформасы жоқ еді, бір технологиясы жоқ еді, фишкасы жоқ еді. Мен соны өзім білген. Даму үшін жасадыңыз ол айтқанда? Иә, сол магазинді паковать етіп, соның негізінде дүкен ашқам. Соның негізінде дүкен ашқам, сол кісілермен сөйлесіп. Ол бірден болып кетті, негізі бір жетіге уақыт алған жоқ, бірінші дүкен ашқан кезде. Ол негізі мынау қазақстандық біз негізінде отандық өнім, бүкіл отбасыға арналған, ғашықтарға арналған мындай керемет қазақи оюларымен жиі свитшот болсын, спорттық киімдер болсын, жаңағы мамасына және қызына көйлектер болсын, солармен айналысамыз. Енді жалпы компания 2015-те құрылды ма? 14-те басталды. 2014-те басталды. 35 мың теңгемен басталды да? Иә, 2014-те 35 мың теңгемен басталды күзде. Неден біз бүкіл отбасыға арналған парный киім шығарғымыз келді. Өйткені қызым 1 жасқа толған кезде 2015-те біз отбасылық фотосессия жасағымыз келді. Естелікке қалу үшін. И сол кезде біз шеттен товар алып келіп сатып жүретін едік. Бастапқыда, импорт алып келіп. И кореялық киімдер бар еді, жейделер. Бір келіп. My Family деп солай. Әлге дейін суреттері бар. Біз соны суретке түсірген кезде, сол кезде идея келді. Не үшін бізде Қазақстанда, мысалы, мен өзім шетелде тұрған қазақ болғаннан кейін өте қатты сондай отандық өнімді қатты бағалайсыз, қатты бағалаймын.
Сондықтан сол кезде идеяға келген не үшін бізде өзіміз жасамасқа деп дүкен бар. Енді жаңағы өндіру жағын ойластырсақ деп бір дизайнермен кездесіп, сол 2015-те жаңағы ұлттық өнімге көшкенбіз, отандық өнімге көшкенбіз. Сол идея арқасында. Ол сол фотосессия арқылы келді. Жақында осы дүкеніңізді аштыңыз, иә? Иә. Бұл дүкеніңіз қарап отырсам, адамдар сырттан келіп тамақ ішіп, шай ішіп кетуге болады екен. Жалпы бұл идея қалай келді жалпы өзіңізге? Жалпы сіз кімді Қуаныш Оңбай танисыз ғой да? Иә. Қуаныш Оңбай енді шындығын айту керек енді. Қуаныш Оңбай жәндегі Нұреке, сіз осындай нелер жасай аласыз. Неге сіз өзіңіздің элитный жұмыс жасамайсыз деп маған элитный қазақшасы қалай болады да? Жоғары деңгейде сіз жұмыс жасай аласыз, сіз бәрін істей аласыз деп маған мотивация беріп жіберді ғой. Сол мотивациямен алдыңызды ашып жібердіңіз. Сол мотивациямен Европадан бірақ шықтық, короче. Осындай Европаның ет магазиндерін көріп, олар қалай жұмыс жасайды мысалы. Жалпы мына сіздер келіп отқан магазин кішкене испандық жобада. Форматы басқа, иә? Формат басқа да. Испанияда көрдім, магазинге кіресіз, ет магазинге. Отырасыз, шай тамақ ішіп кете бересіз, короче. Етті де сатып алып кете бересіз. Сұхбаттассаңыз болады, кофе ішсеңіз болады, шай ішсеңіз болады дегенде. Ет жесеңіз болады. Өте ыңғайлы жер, иә? Ыңғайлы ғой, иә. Бізде мысалы 8 ғана отыратын орын бар, басқа жоқ. Басқа қоймаймыз. Бізде осы жылдың аяғына дейін 3 дүкен ашамыз, 3-і де осындай форматта болады. Керемет. Негізі басқа компаниялармен қандай артықшылықтарыңыз бар негізі? Бізде басқа компаниямен бізде бірінші очередте сапа, одан кейін ет жеткізіп беру, одан кейін біз жәндегі бәрін чекпен жәндегідей заңды түрде, заң аясында. Одан кейін бізде келіп қарасаңыздар, мысалы жәндегі ет дүкені дегенде көбісі ойлайды ғой, ет дүкені аппақ стена, қызыл холодильник, ол жерге декор максимум қояды, люстраны қызыл қою мүмкін болды. Басқа жасамайды олар. Сол түсінікті сіз бұзып жатсыз, иә? Мен оны бұзып жатырмын да, қазір жақында бір дүкенге бардым. Бізді көшіріп жатыр да. Тура сіз жасаған әрекеттерді олар да тура көшіріп жасап жатыр да. Мен өзім ішімнен қатты қуандым да. Ол деген біздің неміз өсіп жатыр. Қазақ халқының, қазақ жастарының, жігіттері деңгейі өсіп жатыр. Мейлі көшіре берсін да. Мен ешқандай не қылмаймын жәндегідей. Қызғанбаймын да. Көшірсін, көрсін, істейсін да. Бірақ дәл осындай дүкен мен әлі Қазақстанда көрмедім да. Ендігі жылдары шығып қалады, Алла бұйыртса да. Сізге сәттілік тілеймін. Жалпы, жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз ғой. Жалпы кәсіпкерлікте білім өте маңызды. Сіз қаншалықты өзіңіздің біліміңізді дамытып, соған былай айтқанда инвестиция салып отырасыз? Білімге өзіңе көп ақша салу керек та. Мен мысалы, онда көп адамдар айтады ғой, өзіңе ақша сал, басыңа сал деп. Бұл шындық та, ол шындық шынымен мойындау керек, өзіңе ақша салу керек. Салмасаң болмайды да. Мен мысалы, көріп тұрсыздар ғой, өзім жәндегі бизнес литератураларын жинап қойдым. Осы магазин ішінде де көп бизнес литературалар бар да. Оқу керек. Біз қазақ халқының бір жақсы әдеті, біз жақсы көшіреміз. Біз сияқты ешкім көшіре алмайды. Біз көрдік пе, сразу істейміз соны. Соны өзімізге көп ақша салуымыз керек. Сіздер енді қазір байқап отырмын да, біздің Қазақстан нарығында осы киім саласында, өндіру саласында көптеген компаниялар шығып жатыр, өзіңіз білесіз ғой. Ал сіздің компанияңыздың олардан артықшылықтары, бір айтқанда ерекшеліктері қандай болады?
Керемет сұрақ. Қараңыз, 2015-те біз бастаған кезде масс-маркет дегеніміз бүкіл халыққа арнайы төмен бағада, халыққа қолжетімді баға, иә? үлкен объемда шығаратын өндірушілерді айтады, бізде өндіріс саласында киімде Қазақстанда ол кезге дейін қазіргі таңға дейін басым тендерлермен, корпоративтік униформалар, мұнай заводтарына, басқаларға солармен айналысады. Бүкіл производстволардың бәрі, өндірушілердің бәрі, фабрикалар жоқ емес бар. Технология кейбір фабрикалар керемет. Бірақ маркетинг жағы, дизайн жағы упаковка, қиындау, ол бір. Екі, дизайнерлер де бар, бірақ олар объемға шығамайды, немесе сату жағы нашарлайды. И сондықтан бағалары жоғары, сапасы керемет. 2015-тен былай қарайтын болсақ, қазіргі таңда біз алғашқылардың бірі болып масс-маркетке кірдік. Мысалы, біз қазақ халқы қонақжай халқымыз. Қонаққа барған, мысалы, өзіңіз қазір қонаққа барып бір жерге достарыңызбен немесе бір кафеге кіріңіз, торговый центрде жүріңіз, сізге былай қарайды. Мына киімнің нақыштағы ерекшелігі. Өндірушілер көп, бірақ біз өзіміздің фишкамызды таптық. Бұл тек қана отандық отбасылық құндылықтарды насихаттаймыз. Оның арқасында өйткені отбасы дегенде әкесі бар, шешесі бар, тәрбие бар. Осы ою-өрнектің өзі дәстүрлік нақышта ғой. Ою-өрнек қазаққа жақын, құрмет, үлкендерге құрмет, соның барлығы сол идея киім арқылы біз жеткіземіз. Өйткені жаңағы айтып өткендей қазақ қонақшылыққа қонаққа барған кезіңізде ой мынаны қайдан алдың, маған деп жаңағы туыстар бар. Сол арқылы сарафанка жақсы жүрді бізде. Өйткені бұған дейін қолжетімді бағада әлі ешкім шығарған жоқ. Қазіргі таңда енді шығарып жатыр. Мен бәсекелестікке өте қуанамын. Жақсы жастар, біз сияқты жастар көбейіп жатыр. Керемет, солармен алдағы уақытта мүмкін бірігіп жұмыс жасайтын шығармыз. Ол менің арманым. Өйткені халыққа қолжетімді жобалар жасасақ бірге керемет болады. Қазіргі таңда осы сіздің брендіңізді шет мемлекетке экспортқа шығаруға жоспарда бар ма? Негізі ойламаған едім ондай сұраныс болатын. Бірақ осыдан бір ай алдын Фейсбукте өзімнің қалай бастадым жобамды. Мен ол көрдім. Сторителлинг жасағам, ол 8000 репост жасады. Өте керемет. Қысқа уақыттың ішінде. Ол жерде маған өтірік айтпасам 15 елден хабарласты. Ұсыныс тастады. Тек қазақтарда емес, басқа ұлт өкілдері де, кішігірім осы Швейцарияда, Израильде, Түркияда, Баян-Өлгейде, мысалы Монғолияда Баян-Өлгей қазақтың ауылы бар, өткен жер. Үрімші қазақтар басым тұрады жер. Мен өзім мысалы Ташкентте Бостандық ауданы бар, Қазақ ауданы. Ол жерден өте көп ұсыныстар, мысалы Ресейден келді, Саратовта 200 мыңдай халық жасайды, Омскта, Оренбургта халық көп. Жалпы сұраныс бар, алдағы уақытта франшизаны сатуыңыз мүмкін, Оған дайындық керек. Системаның барлығы, концепциясы бар, таможнядан өтуі бар, кеденнен, оның бәрін алдағы уақытта дайындалып жасаймыз.